Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге өте дәмді, жұп-жұмсақ болып пісіп шығатын қуырдақтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ал ендеше біз бастаймыз. Керекті заттарды алдын ала ашып дайындап аламыз. Яғни картошка, жаңағы пиязымызды жуып осылай дайындап аламыз. Мен ішмай бауыр етпен жасайын деп тұрмын қуырдақты. Негізінен қуырдақты жаңа сойылған малдың балғын етімен дайындайды. Қалауларыңызға қарай өкпе, бауыр, жүрек қосуға да болады. Ішек қарын қосып жасасаңыздар да болады. Ең алдымен қара кесек етімізді турап дайындап аламыз. Мен бұл жерде яғни сүйектерін бөлек ажыратып тарелкаға салып алдым. Әр өңірде қуырдақты әртүрлі атап өтуі мүмкін. Кейбір елдерде бұқтырма, сірне деген сияқты. Егер де менің арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Себебі алдағы уақытта сіздермен түрлі тағамдармен бөлісіп отыратын боламын. Тағамдардан бөлек менің яғни арнамда салаттардың, пирогтардың түрлі рецептерді таба аласыздар. Ең алдымен қара кесек етімізді осылай турап алғаннан кейін қатты ұсақтап жібермеңіздер, орташа көлемде турап аласыздар. Себебі қуыру барысында біршама кішірейтін болады. Содан соң міндетті түрде бауырымызды осылай кішкене кубиктап, яғни төртбұрыш етіп турап аласыздар. Негізінен бұл қуырдақтың өзінің дайындалу жолдарына байланысты әртүрлі атауға ие болған аттары да бар екен. Бал қуырдақ, су қуырдақ, қара қуырдақ, сұр қуырдақ деген сияқты. Бірақ осы қуырдақтың ішінде ең төресі, яғни бал қуырдақ екен. Ежелден алыстан келетін қонақтарға жаңа сойылған малдың балғын етінен былбыратып, жұмсартып, осылай ұсынған түрін, яғни бал қуырдақ деп атаған екен. Көріп тұрғандарыңыздай, яғни видеодағыдай дәл осылай турап барлығын дайындап аласыздар. Содан соң барып, іш майымызды да турап дайындап аласыздар. Негізі құйрық маймен де дайындауға болады, яғни қалауларыңыз бойынша құйрық май қоссаңыздар да, іш май қоссаңыздар да болады. Яғни тамаққа жаңағы ерекше дәм беріп тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қуырдақты әркім әрқалай жасайды. Енді әркімнің әр өңірде де әртүрлі жасалынады. Бірақ дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, сіздерге 100% ұнайды деген сенімдемін. Содан соң пиязымызды да ұсақтап осылай турап алатын боламыз. Ұзынша етіп. Пияздың мен мол болғанын қалаймын. Әсіресе осы қуырдақ тамағына өйткені пияз ерекше дәм беріп тұрады. Сол үшін барынша көбірек пияз салсаңыздар болады. Содан соң картошкамызды де төртбұрышты етіп турап аламыз. Қатты ұсақтап жібермеңіздер, себебі пісу барысында, яғни езіліп кетуі мүмкін. Осылай төртбұрышты етіп турап дайындап аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын дайындап алдық, енді қуыруға кірісетін боламыз. Негізінен қуырдақты жаңағы малдың іш майында қуырсаңыз болады, бірақ мен қазанға бір кеседе сұйық май құйдым. Одан кейін ғана қызығаннан кейін, яғни іш майымызды осылай салып, жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламын. Кішкене майын шыжғыртып алатын боламыз. Бетін жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, яғни пісуге жақын қалған кезінде жаңағы қара кесек еттеріміздің барлығын салып алатын боламыз. Дәміне қарай тұзымызды салып алатын боламыз. Арада уақыт өткен соң етіміз осылай пісіп шығуы керек. Содан соң барып жаңағы бауырымызды салып алатын боламыз. Кішкене осылай араластырып жіберсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай біздің етіміз пісіп дайын болып тұрды. Яғни піскеннен кейін барып мен пиязымды салып алдым. Содан соң яғни кішкене қызарып, жұмсарғанша пісіріп қуырып алатын боламыз пиязымызды.
Содан соң барып қана картошкамызды салып алатын боламыз. Менде шамамен 1 килограммдай картошка бұл жерде. Және де тағы да дәміне қарай тұзымды және де қалауларыңыз бойынша бұрыш салсаңыздар да болады. Осымен осылай бұқтырып дайындап алатын боламыз. Яғни кішкене қайнағаннан кейін баяу отта пісіріп алатын боламыз. Шамамен 1,5-2 сағаттай тұрады. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қуырдақтарымыз дайын болып пісіп шықты. Сойғандарыңыз қой болсын, үйлеріңізде әрқашан той болсын. Және де үйлеріңізде ет таусылмасын. Ас болсын достар.